Алланың 99 көркем есімін жаттауды бастайық. Бірінші бөлімі өткен сабақтарда. Әл-Мутаккабир, паң, ұлылық және биіктік иесі. Кім бұл көркем есімді зікір етіп жүрсе, халық арасында құрметті болады. Әл-Халик, жаратушы, мақлұқтарын өз еркімен жаратады. Ол әр нәрсені көркем түрде жаратады. Әл-Бари, жаратушы, жоқтан бар етуші, жаратқан мақлұқтарына әр түрлі пішін және бейне береді. Егер Әл-Бари, Әл-Халик, Әл-Мусауир деп 21 рет айтып, шынайы ықыласпен жалғыз Алла тағаладан дұға етсе, жаратушы оған нәресте береді. Әл-Мусауир, келбет беруші, өзінің қалауымен әрбір жаратқан нәрсесіне ерекше келбет және әр түрлі пішін береді. Миллиардтаған келбет жаратқан Алла тағалаға ешкім теңесе алмайды. Әл-Гаффар, аса жарылқаушы, күнә және жаман істерді кешіруші. Бұл дүниеде құлдарының жамандықтарын жасырып, қияметте күнәларын кешіріп жарылқайды. Кімде-кім осы әдемі есімді 100 рет қайталап жүрсе, Алла тағала оған ғафу етеді. Әл-Қаххар, өте үстем, қаһарлы, дүние сәнін жақсы көретін пенде Алланың бұл есімін қайталап, оған мойын ұсынып жүрсе, Алла тағала ол адамның иманын күшейтеді. Бүгінгі дұға: уа Алла, шынайы иман, иманды көркем мінез, артынан бақыт тілескен табыс, сенің келетін мейірім мен жарылқау кешірім және разылығыңды сұраймын.